Неге біз алдыға жылжи алмай отырмыз? Себебі бізде мемлекет университетке тапсырма берген жоқ. Қай саланы қарауымыз керек? Мал шаруашылығы ма? Қарайық. Біздің Ақбасты көбейтейік. Ақбасты Ақтөбе облысында қалай көбейтеміз? Қарағандыға қалай көбейтеміз? Шығыс Қазақстанда қалай көбейтеміз? Осыны ғылыми тұрғыда қарауымыз керек. Неге? Қай жақтың шөп массасы бар? Қай жақтың күн ауа райы жағады? Осылай мәселеге салыстырмалы түрде берген кезде ғана. Мысалы, сіз фермер ретінде келдіңіз ғылыми зерттеу институтына, айтасыз, мен мысалы Ұзынағаштан жер алдым. Жерімнің топырағы мынау. Сіз маған айтыңызшы, мына жерге мен картошка егейін ба, капуста егейін ба, бидай егейін ба? Біздің ғылыми зерттеу институты айта алмайды. Неге? Сонда фермер не істейді? Мына жерге бидай егеді, екпейді. Бір жылдан кейін қалады, фермер болмайды. Неге біздің фермерлеріміздің барлығы біресе ананы, біресе мынаны егеді? Неге дамымайды? Өйткені себебі ол жерінің бал бонитетін не өседі, не өспейтінін білмейді. Неге? Жердің картасы жасалынбаған. Қалай мемлекет осыған? Біз әкелемізді 40 жыл салған жерге егін салып отырмыз. Бірақ егер біз Қостанайдың жерін демалтып салатын болатын болсақ, біз 15-20 центнер емес, бәлкім 40-50 центнер алармыз да. Осы нәрсеге қарай өту керек қой. Бірақ бізде ғалымда бұны ешкім қарап жатқан жоқ. Қайсы мал ұстаймыз, қайсы өсімдікті өсіреміз да. Мысалы, Голландия бар. Дүние жүзіне, жаңағы тюльпан гүлін шығарады, бәлкім алдыда да. Картошкамен ол дүниеге мәлім да. Тек ауыл шаруашылығына картошка сатып отыр, сиырын сатып отыр да. Сонда біз Ақбасты сата алмаймыз ба? Сата аламыз ғой. Ол қыс бойы далада да ұстап оны семірту керек, сондай массаға жеткізуге болады да. Бірақ біз не істеп жатырмыз әлі күнге дейін? Орыстың черный пестрін әкеп жатырмыз. Голштейн деген тұқымды да. Орыстардың симменталын әкеп жатырмыз. Ақбас деп Герефордтың кейбір тұқымдарын әкеп жатырмыз да. Ол біздің жерімізде өспейді, өнбейді, дамымайды. Неге? Бұл жерге келгенде бұның тамақ массасы жоқ, витаминдер жоқ, өсімдіктер жоқ. Әрине ол Германияда тұрған кезде 30 литр сүт берген сиыр бізге келгеннен кейін 10 литр сүт бермейді. Өйткені оның тамағы сол нәрсеге жету керек, оның күнделікті жейтін тамағы витамин жеткен кезде ол сондай нәтижедегі сүт береді. Егер өзіміздің қоралымыздағы сиырға біз сондай тамақ беретін болсақ, біздің де сиырлар сол сүтті береді. Енді жаңағындай Ақбасты Қазақстанда шығарды ғой. Кімдер шығарды? Карлакта отырған, қолында ештеңесі жоқ ғалымдар шығарды. Ақбасты шығарды, Красный Степнойды шығарды, Еділбай қойын шығарды да. Сол кезде қолында ешқандай нәрсесі жоқ. Күніне бір кусок қара нанның 200 грамм суын ішкен ғалымдар ғылым жасады да. Сол Қарағандының жеріне виноград өсірді, алма өсірді, апельсин барлығында өсірді да. Бұл не нәрсені береді? Ғылыммен айналысса нәтижесін шығаруға болады. Егер де біз осы нәрсеге айналдырып әкеле беретін болсақ, әрине ғылымды жеделдету үшін мен ғылымға ақша бөлінбейді деп айтпаймын. Мемлекеттің жылда бөліп жатқан гранты, бөліп жатқан проекттер, бірақ осы неге сұрамайды? Мысалы, мен де бір жоба бердім, мен жобам өткен жоқ, мен ренжіген жоқпын. Себебі мен жобамның піспегенін түсіндім, өйткені маған жаңағындай хат жазды, сіз мына сұрақтарға толық жауап бермепсіз деп ше. Жарайды, жақсы, мен ренжім жоқ, басқа біреулер өтсе мен қуандым. Бірақ та солардың өткен тақырыбының нәтижесі бар ма? Қадағалау жоқ дейсіз ғой сонда. Қадағалау жоқ қой. Біздерде мысалы грантқа жіберді, бітірді осы студент. Бірақ сол мемлекетке жұмыс істеуге келді ма сол бала? Қайтарымы бар ма? Егер қайтарым болмаса ол грант не үшін бөлінеді? Әр нәрсеге мақсатты түрде ақша бөліну керек қой. Сонда біз қалай ғылым ақша салынбайды деп айтамыз. Егер біз бәленбай грант бөлетін болсақ, бәленбай магистратураға ақша бөлсек, бәленбай докторантураға ақша бөлсек, біз оны сұрауымыз керек қой. Мысалы, магистранттар жасыратын нәрсесі жоқ та, бұл жүйенің жоқтығы, стратегияның жоқтығы. Егер де жүйелі нәрсе болса, стратегия болатын болса, мақсат болатын болса, нәтижесін көруге болады да. Сонда университетте неге сұрамайды мысалы? Сіз бәленбай студент бітірдіңіз, қандай сенің жаңалығың? Айтыңызшы, мысалы, механика факультетін бітірді, биыл 100 бала. Бір жаңалық жасады ма? Егін шаруашылығын бітірді, растениеводство дейміз ғой, өсімдік шаруашылығы. Бір өсімдіктің жаңалық түрін тапты ма? Бір жыл емес қой, 20 жылда да. Егер де бұндай жаңалық әкеле алмаса, Қазақстанға бір нәрсені кіргізе алмаса, мысалы картошканың бір тұқымын ойлап таба алмайтын болса, бізге ол не керек болған ауыл шаруашылығына? Оны жалғастырайық. Бұл жалғыз ауыл шаруашылығына қатысты емес қой, бізде техникалық қаншама университеттеріміз бар да. Мұнай саласында да, егер мұнайдың тағы да бір түрін немесе соны
өңдеудің түрін жасап шықпаса онда технологиямыз не керегі бар да? Сондықтан біз ғылымға салған ақша аз емес. Ғылым мына жерде де жасалынады. Енді мысал ретінде мен басқа біреуді сөз қылмаймын, өз мысал ретінде. Маған кім ақша берді? Мысалы, осы нәрсені зерттеуіме бір жерден шығаруға. Мен де бір жерге бардым, жалдандым, жұмыс істедім. Бәлкім бұны мен ертерек шығаратынмын, егер шын мемлекетте айтуған мынаған осыншама ақша береміз саған, сен осыны білсең де бір нәрсе жасап шығар десе. Мен таңертең кешке сонымен ғана отырып, қаншама ғалымдарды топтастырып, Қазақстан істеп тастамайтын едім да. Мен неше жыл Қытайға жүгіру уақытымды құрттым, неше жыл Германияда уақытымды құрттым, неше жыл мен Кореяға уақытымды құртып жатырмын да. Әрине, бірінші мен өзімнің жағдайым жасау болды да, иә, қаражат жағдайым жасайын деді да. Сол кезде мен түсіндім, қаражатты немен жасаймын? Егер мен басым болса, мен қаражат жасаймын. Егер басым болмаса, идеям болмаса, ақша жасау керек деген біреу ақша бермейді ғой. Иә, мен бардым, бір жерге жалдандым, бір жерге тағы да мысалы біреудің бизнес планын жасадым, бір жерге лекция оқыдым, бір жерде таксовать еттім мысалы да. Әйтеуір мен қаражат таптым, сол тапқан қаражатымды әкеліп салдым. Сосын нәтижесін алдым. Мысалы мен кішкентай ғана айтайын, мысалы 5 түрлі косметика шығардым. Бір түрлі косметиканың өзіне кеткен шығыны мен $5,000-6,000. Ең аз дегенде ше. Өйткені мынандай анализі бар, мынандай анализі бар. Мен Кореяға келуім бар, кетуім бар. Бұл жалғыз құжат емес қой. Себебі менде рецепт болды Германияда. Мен оны әкеле алған жоқпын. Бірінші себеп ол халал болған жоқ. Мен сол кезде түсіндім, халал харам деген дүниені да. Халал шығарам деген өзіме мақсат қойдым. Келдім, іздедім, таптым Қытайдан. Малайзиялық компанияны таптым, сонымен бірге халал деген не нәрсе екен стандарт дүниеде, халал стандарт Малайзияда ғана. Сол стандартпен осы жасап шықтым. Косметиканы мынаны қоссаң халал болады, мынаны қоспасаң, мынаны қоссаң халал болмайды деген нәрсені анықтап алдым. Мен Қытайдан шығара алған жоқпын, не істедім? Кореяға келдім. Кореяға келгенде бұлар маған мынау болады, мынау болмайды дегенде айттым, жоқ. Бүйтейік, мынау болса болады, мынау болмаса болмайды. Сосын кейін бірақ бір қуанарлық жағында Кореяның 70-80% өндірісі негізінен тұрады. Жолға шығыңдар, жолаушы болыңдар дейді да. Бұл нені айтады? Біз бір жақтарға барған кезде барып біз өзімізді көреміз. Біз бұрын ешқандай белдік тақпай-ақ машинада жүре беретінбіз. Белдік тағыңдар деді. Біреу тақты, біреу тақпай жүрді да. Әкелді штраф қоя салды да. Барлық тағады қазір. Неге? Артық ақшасын бермейді. Жылдамдық қойды. Баяғыда сөйлесіп кете беруге болатын еді, қазір сөйлеспейсің, камераға түссең төлейсің да. Адамды енді осы қаржылай жағынан қысу арқылы сөйтіп қана бірақ жолы бар да. Әйтпесе айтқанмен, мәдени түрде жеткізу деген уақыт өтті.